Беріңіз сәлем, менің есімім Сэмми. Бүгін мен сіздерге менің бірнеше ай бұрын болған қорқынышты оқиғамды айтып беретін боламын. Және де ол болған оқиғадан бері мен түнде ұйықтай алмай қорқыныш сезімінде болдым. Егер сіздің де қорқынышты оқиғаңыз болса, комментарияға жаза кетіңіз. Ең алдымен өзім туралы айта кетейін. Мен мектепте оқимын. Және де мектептен тыс уақытымда мистер Джон деген кісіге көмектесемін. Мистер Джон бұл біздің көршіміз, және де әкемнің жақын досы. Ол өзі тұрғандықтан өзінің шағын бизнесі бар. Яғни шағын дүкенінде сусындар, тәттілер, тағы басқа нәрселер сатады. Біздің дүкеніміз жанармай бекетінің қасында орналасқандықтан бұнда адамдар көп келеді. Джон басында өз жасаған болатын. Кейіннен мен үлкейген сайын маған дүкенде сеніп тапсыра бастады. Біз түнімен жұмыс жасаймыз. Мен түнгісіменде болсам, Джон таңғысыменде жұмыс жасайды. Біздің дүкеніміз жанармай бекетінің қасында орналасқандықтан, жанармайын құйып болғаннан кейін неше түрлі сусындар және де сэндвичтер алуға келеді. Және де Джон өзінің келген клиенттермен танысындай араласады. Неше түрлі қызықты әңгімелерін айтып, клиенттермен жақсы қарым-қатынас жасайды. Сондықтан да клиенттер бұл дүкенге көп келетін болған. Дүкен ойдағыдай жұмыс жасай бастады. Алайда осы күнде келді. Яғни мен сабақта отқан уақытта Джон маған звондап өзінің мазасыз күйде отырғанын және де жұмыс уақытымызды ауыстырғысы келгенін айтқан болатын. Және де мен оны естіп, бірден дүкенге барып, Джонның не болғанын білгім келді. Яғни Джон өзінің қызуы көтеріліп тұрғанын айтып, және де дәрі ішу керек екенін айтып үйіне кетті. Және де сол күні өзім жалғыз жұмыс жасап, өте көп ақша таптым. Үйге келгеннен соң Джонды көңілін көтеру үшін үйге шақырдым. Ол өзін таңертеңгіге қарағанда жақсы сезініп тұрғанын айтты. Бірақ та өзінің қалпына келу үшін біршама күн керек болғандықтан, ол өзінің дүкенін біршама күнге жапты. Ал мен болсам, оған міндетті түрде қарсы болдым. Өйткені біз өзіміздің жалақымызды, яғни жұмысымызды тоқтатып, ақшамыздан айырылатынымызды айтқан болатынмын. Ол келіспеді, бірақ та мен оны көндірдім. Ал міне, мен келесі күні сабаққа бармай, өзімнің жұмысыма бардым. Және де сол күні өте көп адам болды. Яғни мен ешбіреуіне үлгермедім. Олар біреу кофе сұрады, сэндвич сұрады, попкорн сұрады. Ал мен болсам ешбіреуіне үлгермедім. Біреулер тіпті өзінің ойын айтты, біреулер тіпті жындана бастады. Ал мен болсам бұлардан өте қатты шаршап, сағатқа қарап, тезірек үйіме қайтқым келді. Және де бұл уақытта сағатта асықпай жүре бастады. Мінекей, менің де кезегім аяқталды. Мен өзімнің жұмыс жасаған уақытымдағы еңбегімдегі ақшамды алып, үйге қарай қуаныш сезімімен қайтып бараттым. Дала тып-тыныш. Мен өз жолымен үйге ғана кетіп бара жатқан едім. Бір кезде біреу маған қараған секілді болды. Және де бір неше түрлі қорқынышты дыбыстар естіле бастады. Мен бұған мән бермей кетіп бара жатқан едім. Алайда ол дыбыс өте қатты естілді. Мен артыма қарадым. Алайда қараңғылықтан басқа ештеңе көрмедім. Және де менің жүрегім бір жамандықты сезгендей болды. Bir кезде мен үйге тез жету үшін тез жүріп бара жаттым. Ал ол дыбыс болса маған, яғни артымнан келе жатқан адам секілді сезіле бастады. Мен бір кезде қатты жүгіріп бара жатыр едім. Bir кезде бір дабыс естіле бастағандықтан мен артыма қарадым. Артыма қарасам, түрі қорқынышты қара киімдегі клоунды көрдім. Я, менің артымнан өте қорқынышты және зұлым клоун қуып келе жатты. Оның көздері қанға толы және де күлкісі өте қорқынышты болды. Мен бұны көріп өте қатты қорқа бастадым. Ал үйге жету үшін әлі де өте көп жол керек. Сондықтан да мен бар күшімді салып, тезірек үйге жетуге тырыстым. Бірақ та жолдан бір дүкенді көріп қалдым. Сол дүкенге кіріп, полиция шақырғым келді. Сол дүкенге қарай жүгіре бастадым. Барсам, дүкен жабық тұрды. Және де сол жерде қорыққанымнан жылап жібердім. Bir кезде дүкеннің ішінен бір кісі көрінді. Және де мен оны қатты айқайлап көмекке шақырдым. Оның есігін соғып, қорыққандықтан есігін тіпті сындырып ашқым келді. Ол кісі қарап тұрды дағыны, айналаға қарап, ешкімнің көрмегенін айтты. Ақыры бұл кісі есікті ашпады. Және де мен қатты айқайлап, қорыққанымнан не істерімді білмей тұрдым. Полиция шақырайын десем, ішке әлі кіре алмаған едім. Сондықтан да мен қатты айқаймен бұл дүкеннің ішіне кірген болатынмын. Дүкенге кіргеннен соң айналама қарадым. Алайда қараңғы түннен басқа ештеңе көрінбеді. Және де бұл дүкендегі кісі маған су алып келген болатын. Су алып келіп, және де жағдайдың не болғанын сұрады. Мен болсам клоун деп, қолым дірілдеп, басым ауырып, өзімді сасқалақтап, не айтарымды да білмей тұрған едім. Және де тек көз алдыма сол зұлым қорқынышты клоун елестей берді. Дүкеннің хозяйыны телефонымды алып, менің әкеме соғып, мән-жайды түсіндіріп берді. Бірнеше минуттан кейін әкем мені үйге алып келді. Және де әкеме
барлық жайтты жайлап үйге келгеннен соң айта бастадым. Ал әкем болса ертең міндетті түрде полицияға барып, ол клоунды ұстайтынын айтты. Және сол күні мен көзімді жұма алмадым. Көзімді жұмсам қорқынышты клоун елестей берді. Және де ол күнде өтті. Келесі күні біз әкем екеуміз полицияға барып мән-жайды түсіндірдік. Полиция болса бізге тек қана видеокамерадан көрген нәрседен ол клоунның қай жерде шыққанын айтып, содан кейін хабарласатынын айтты. Ал әкем болса менің қалпыма келгенімді көріп, өзінің жұмысына, яғни жұмыс уақытына кеткен болатын. Ал мен болсам қатты қорыққандықтан үйдегі бүкіл жарықтың барлығын жағып қойдым. Және де мен үйде жайбарақат теледидар көріп отырдым. Бір кезде терезеден маған бір көлеңке бейнелей бастады. Және де ол сол баяғы қорқынышты клоун еді. Мен қатты айқайлап есіктің құлыптанып тұрған тексеріп келдім. Және де есік құлыптанып тұрған байқап, үйде не істерімді білмей әрлі-берлі жүгірдім. Қорыққанымнан әкемнің телефонына звондадым. Және де мен бір кезде терезенің сынған дауысын естідім. Мен өте қатты тоңып кеттім, не істерімді білмедім. Және де бұл терезенің сынған даусынан кейін бұл клоун біздің үйде жүргенін байқадым. Мен қорыққандықтан есікке жақындай бастадым. Есікті ашып, барынша сыртқа шыққым келді. Есікті бұрай бастадым. Соңғы бұрайтынына келгенде мені қатты бір нәрсемен басымнан ұрып жіберді. Міне, мен ояндым. Аппақ шар, дәрілердің иісі шыға бастады. Қайдамын десем, ауруханаға түсіппін. Бір кезде күннің жарығы менің бетіме тіке түскен болатын. Бір кезде әкемді көрдім. Сэмми, балам, не болды саған, қалайсың, жақсысың ба деген сұрақтарын ести бастадым. Және де мен әкеме не болғанын сұрадым. Ал әкем болса мән-жайдың бәрін айтып берді. Мәселе былай болған болатын. Менің әкем жұмысқа барғаннан кейін полиция бөлімшелері олар әкемді видеокамерадағы видеороликті тамашалауға шақырған болатын. Және де сол видеороликті әкемнің көргенін айтып берейін. Яғни мен кетіп бара жатқан кезде артымнан белгісіз бір қорқынышты зұлым клоунның аңдып келе жатқанын байқадық. Бір кезде ол қолына пышағын алып менің артымнан жүгіре бастады. Және де келесі кадрларды көретін болсақ, менің магазинде есікті ашқан бойда ол клоунның теректің артына тығылғанын көріп отқан боларсыздар. Және де әкем бұл кісінің түрін қатты көргісі келді. Бірақ та үмітіміз сөне бастады дей берген кезде бұл кісі маскасын шешті. Және де бұл мистер Джон болды. Неге мистер Джон? Мен бұны мүлде түсіне алмай қойдым. Бұл кісі менің артынан неге аңдып жүргенін әкемнен сұрай бастадым. Ал ол кісінің неге аңдып жүргенін айтып берейін. Яғни бұл кісі бұрыннан ауыратын кісі болып шықты. Яғни өзінің дәрілерімен бұрындары неше түрлі маскасын киіп, тағы да тек қана мен емес, басқа да адамдарды қорқыта бастаған болатын. Оның яғни бұрындары дәрімен өзін жайсыздандырып жүргендіктен қазіргі уақытта тіпті оған дәрілер де көмектеспей бастады. Сондықтан да бұл кісі осындай ауруға шалдыққан болады. Және де полиция бөлімшелері бізге осындай барлық мән-жайды түсіндіріп берген болатын. Және де бізге ол полиция бөлімшелері мистер Джонның үйіне келіп, және де сол маскасын көріп, яғни сол кісіні тұтқындап алды. Ал мен болсам сол күндегі өзімнің оқиғамды сіздерге баяндап берген болатынмын. Ары қарай не болды десеңіздер, ары қарай мен өзімнің күндегіше өмірімді сүре бастадым. Ал видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңдар.